Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа үндеу. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, мен Мукашева Динаш Мамабекқызы, Панфилов ауданы, Жаркент қаласы, Головацкий 1А тұрғынымын. Жесір әйел, күйеуім қайтыс болған, 2 баланың анасымын. Сізден Конституция және заң кепілгері ретінде пәтер алуға жәрдемдесу туралы өтінішпен жүгінгім келеді. 2019 жылы тамыз айында маған акимат тарапынан жатақханада бір бөлме берілді уақытша тұруға. Бірақ мен өзім астмамен ауырамын, астматик, учетта тұрмын. Астматиктер білесіздер, біз жөтелеміз, бізге бөлек бөлме керек негізі. Менің 2 балам бар, жынысы бөлек, бір ұл, бір қыз, бірі студент, бірі оқушы, 9-шы сынып бітірді. Және менде өзімде псориаз, тері ауруларым бар. Өзімнің Семей облысы Ожар ауданының туып өскем, 23 жыл тұрдым. Әрине сол жердің ауасын жұтып, сол жердің суын іштік. 23 жыл тұрдым. Семей сынақ полигонының құжаттарым бар, полигонның удостоверением бар. Содан кейін 2017 жылы үй кезегінде тұрсам да 2018-ге жылжып тастаған мен. Жылымда бір ма, екінші менің 2022-де мен арызданғам, арыз жазғам. Сол кезде маған зам акимі Панфиловский районы Керімбеков деген азамат маған ресми ответ берді, жауап берді. 2022-де менің кезегім 517 болған. Алайда бір жыл өтіп, мен кезекте KZ сайты, официальный сайт, ресми сайт, ол өкіметтің сайты ғой. Көбі үйден шалмай, сол жерден қарайды кезекті. Ол жерде қарасам, менің кезегім 634 болыпты. Мен қатты ашуландым, не деп, өйткені ол жылжымақ тұрмақ, мені 117 адамға төмен түсіріп тастаған очередінде. Сол сұраққа әлі жауап жоқ. Облыс әкіміне де бардым, личный приемға. Облыс әкімі айтты, сотқа беріңдер.